Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен түскі асқа бір тойымды тағам жасап көрсететін боламын. Оның қамыры лағманның қамыр илеуімен ұқсас, бірақ лағманға қарағанда оңай дайындалады. Ол үшін алдымен көкөністерімізді даярлаймыз. Селдері, картоп, қызылбұрыш, көкбұрыш, пиязы, зілбір және де сарымсақ алдым. Енді өздеріңіз қалаған көкөністерді алуға да болады, бірақ маған селдері менен картопты қосып қуырған қатты ұнайды. Біз алдымен көкөністеріміздің барлығын ұсақтап турап қоямыз, көбейтіп. Етті де ұсақтап турап алдым. Еті молырақ болғанда жақсы болады. Ondan soң қамырды лағманның қамырын едегендей едеп алдым. Сәл қаттырақ қып едеген жақсы болады, жабысып қалмас үшін. Ondan soң қамырды бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп алған қамырымызды сүйіршіктеп жіңішкелеп есіп шығамыз. Қалған қамырды жауып қоя тұрамыз, кеуіп қалмас үшін. Біреуін осындай лағманның қамырындай қылып қолымызбенен есіп шығамыз, жіңішкелеп. Ondan soң кішкентайдан үзіп алып бармағымызбенен басып домалатып отырамыз, осылай видеода көрсетілгендей етіп. Сәл уақытты алады, бірағында өте дәмді болып шығады. Жабысып қалмас үшін ұн сеуіп қоямыз. Қамырды сәл қаттырақ илеген дұрыс болады, өте бос жұмсақ иленген болса жабысып қалады. Сол үшін қаттылау қылып илеген дұрыс. Жасап, арасына ұн сеуіп дайындап қойдым. Енді біз салатын қуыратын боламыз. Майда қыздырып, алдымен етті салып қуырамыз. Азырақ соя соусын тамызып қуыратын боламыз. Сонда ет жұмсақ болып піседі, әрі қызғылт рең беріп тұрады. Етіміз піскенше қуырып аламыз. Ondan соң зілбірді салып қуырамыз. Ondan соң пиязы салып қуырамыз. Біраз қуырып алған соң азырақ қара бұрыш салып, және де бір ас қасық томат пастасын салып қуырамыз. Қызанақтың өзін салсақ та болады. Ondan соң селдерейді салып қуырамыз. Бірнеше рет араластырып алған соң үстіне картопты салып қуырамыз. Ondan soң лайықты мөлшерде тұз салып араластырамыз. Ondan соң қызылбұрыш, көкбұрыштарды салып араластырып алған соң су құйып, суы тартылғанша бұқтырып қоятын боламыз.
Суды бойынан асырмай құямыз. Сонда салатымыз қою боп жақсы шығады. Онан соң суды қайнатып қойғанбыз. Қайнап тұрған суға азырақ тұз салып, жаңағы қамырымызды салып пісіретін боламыз. Қамыр бетіне шыққан кезде, қайнап бетіне шыққан кезде піскен болады. Қамырды сүзіп алып, ыдысқа алған соң жаңағы салатымыз да пісіп болыпты. Сарымсағымызды салып, тұзын көріп алған соң қамырдың үстіне салатымызды салып ұсынсақ болды. Өте дәмді, тойымды тағам болады. Менің сүйіп жейтін тағамдарымның бірі. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, және де каналыма жазылып қойыңыздар. Соңынан қарағандарыңыз үшін рахмет.